Оның әндерінде домбыраның үні бар, даусында тек қазаққа ғана тән қоңыр иірім бар. Есімі Өмірқұл Айниязов. Осы күнге дейін 3000-нан аса келіннің бетін домбырасымен ашып жүрген әнші, мықты термеші демалыс күнін қалай өткізеді? Оның жаңа зәулім үйі қандай? Камераға түсуді аса ұната қоймайтын әнші алғаш рет өз құпиясымен бөлісті. Бүгін жұлдызды уикенд бағдарламасы Өмірқұл мырзаның сахна сыртындағы өмірімен сіздерді жақынырақ таныстырмақ. Ал қайырлы күн, құрметті достар, құрметті ағайындар. Бүгін мінекей біздің үйге қош келдіңіздер. Бүгін демалыс күн, сондықтан жақсы астың дәмнің үстіне түсіп жатсыздар. Бүгін інілерімізбенен, жанұямызбенен, оның үстіне бір-екі қонақтарымыз бар. Сол кісілерге міне өзбек палауын дайындау үстіндеміз. Бұйырса жақсы айтулы қонақтарымыз бар. Швециядан бір ағамыз келіп жатыр, Турциядан бір ағамыз келіп жатыр. Одан кейін өзіміз кластасымыз келіп жатыр. Солардың барлығын осы ас мәзірінің үстінде таныстыратын боламыз. Бәрі қызық болады, бізбен бірге болыңыздар. Палауымыздың шеф-повары, бас повары Расул деген інім менің. Мен дайындап беруші. Және мынау плоттың ең қызығы енді палау сәбіз екен білесіздер. Алғашқы сәбізді дайындап алайық. Біз енді 15 жасымыздан бастап далада жүрдік. Общежитияда тұрдық. 4 жыл Ақтөбеде общежитияда өмір сүрдім. Одан кейін осы Алматыда да 4 жыл общежитияда өмір сүрдім. Сол кезде әйтеуір өлмесін қамын жасап, жігіттердің әйтеуір макаронын, осындай палауын, аз-маз жасайтын өнеріміз бар. Енді бір күнде үйде жасаймын деп айта алмаймын соңғы жылдары. Дегенмен үйде ешкім болмай қалса, жеңгелеріміз болмай қалса, аштан өлмейміз. Былай бұйырған ас жасауға болады. Одан кейін бұйырса пиязды да әдемілеп тураймыз. Енді өзбек халқында білесіздер, негізінен осы ас мәзірінің жан-жағында еркек адамдар жүреді. Жалпы шайды да негізі ер адамдар өздері құйып ішіп жатады. Біздің қазақта ғой енді бөлек. Келіннің қолынан, үйдегі хозяйканың қолынан шай ішеміз. Негізінен көбісіне айтады, еркек адамдардың қолынан шыққан астар дәмді болады деп. Мен енді келісетінім былай охотада болсын, таза ауада болсын, бұрын шөп шалып жүрген кезде де еркектер жүріп тамақ істеген кезде даланың тамағы да дәмді деп айтады ғой. Бірақ сол ер адамдар істейтін керемет естен кетпейтін тамақтар. Шөптің басында мал іздеп жүргенде осы охотада тамақтар өте дәмді болады. Мінекей пиязымыз да дайын болды. Одан кейін ең мынау жас мал, сиырдың еті. Осыны үлкен кусокпенен бұйырса біз қазанға тастайтын боламыз. Ауылда өстік, малдың, жалпы әйтеуір еттің түрінен қаншалықты сапасыз екенін аңғаруға болады. Сондықтан бұның барлығын біз жаңағы өзіміздің палау сияқты емес, бірден кусок бөлшегімен тастайтын боламыз. Бүгінгі өзбек палауының негізгі аспазы Расул деген інім. Бұл жігітте өнер адамы, әнші, өнер академиясын бітірген. Қазір сол өнер саласында қызмет жасайды. Менің жақсы көретін інілерімнің бірі. Бүгінгі тамақты өте жақсы істейтін болғасын, әдейі шақырып қойдым. Сіздер келген кезде бір дәмді тамақ болсын дедім. Мен тек көмекшімін. Расул енді негізгілерін таныстырдым. Мынау қоспалардың аттарын айтып тұрсаң. Мынау өзбек палауы негізі 4 бөлшектен тұрады. 4 дәмдеуіштен тұз, барбарис, нохат және зира. Осы қоспалармен бұйырса қонақтарымызды күтіп, Бұйырса біздің ауылдан келген қазалының күріші.
осымен өте дәмді палау шығады деп ойлаймыз. Мен енді Қазалының жігітімін, өздеріңіз білесіздер. Ол жақта мен інілерім бар, осындай күрішпен ең айналысатын кәсіпкерлер. Олар ең маған сорты жоғарыларын пойыздан әдейілеп жеңгесіне звондап, күрішіңіз таусылып қалған жоқ па деп, осы арасында 2-3 қапты әдейілеп сол пойызға салып біздің балалар күтіп алып жатады. Сондықтан бұл ең жоғарғы сорттағы Қазалыдан шығатын күріштердің бірі. Сондықтан бүгінгі палауымызда бұл езілмейді де, ештеңе де қылмайды, өзінің бабында пісетін палау болады деп ойлаймын. Әр дәмнің пісуіне 20 минут жарты сағаттан бөлініп піседі. Етіміз 20 минут қайнайды. Сәбізбен бірге жарты сағат қайнайды. Одан 20 минут күрішіміз бұқтырылады. Сонымен 1,5-2 сағатқа жетпей дайын болып қалады. Шынын айту керек, салат, салқын түрлерін мүлдем жемеймін деп айтуға болады. Мен тек қана ыстық тамақ жеймін. Сосын мен тек ащы басылған огурцы, помидор қиярларды, сондайларды ғана жеймін. Сосын мына қоспаларды жаңағы Қытайдың бір ащылары, кетчуптар сондаймен осы ыстық тамақ қана жеймін. Бұлай тойға барып біреулер салат жеуге барып жатады ғой, мен мүлдем салатты дәмін де көрмеймін деп айтуға болады. Сондықтан мен тек қана ащы салаттарды, осы корейцтердің салаттарын негізінен ыстық тамақпен ғана қоректенемін. Сондықтан әрқайсысында жақсы көремін. Негізінен былай шынын айтсам, бірінші тамақ дейді, первый дейді, сол лапша, борщ болсын, лағман болсын, домашний. Сондай сулы тамақтарды жақсы көремін. Тамақты ысытып, бір ыстық тамақты жеп алып, содан кейін ғана үйге шығамыз. Бірден тамақ жейтін. Анандайларды түсінбеймін, бір көсөк нанмен шай ішіп, содан кейін барып қарны ашқаннан кейін біздер бірден тамақ жейміз, содан кейін жұмысқа кетеміз. Жалпы менің тамақ жеуім өзі бір күніне бір сол өзім кеш тұрам, содан кейін бір тамақ жеймін, кешкісін бір тамақ жейміз, сол болды сол, 2-3 рет қана тамақ жейміз. Ал енді тамақ өз бабында қайнап пісе берсін. Оған дейін үйдің көріп отырсыздар, жер үйге келіп жатсыздар. Бұл үйдің де жұмысы бітпейді. Қазір тал егетін уақыт, 1-2 талдарымыз бар еді, соны егіп тастасақ, мүлдем жақсы болады деп ойлаймын. Жүріңіздер. Кеттік балам, көмектесіп тұр маған. Расул, сен тамағыңа қарай бер. Бұйырса, мынау алма талдарын осы үйімізге бір жағынан пана болып тұрсын, бір жағынан жемісін төгіп тұрсын деген жақсы ниетпенен. Оның үстінде жігіттің жағы міндеті өмірге келгендегі балалы болу, осы үй салу, одан кейін осы ағаш отырғызу дейді ғой. Бізде ұлда бар, үйде бар, кейін тал қалып тұр. Сондықтан талдар бісміллә деп, Алла жақсылығымен жемісін көп қылсын деп, бісміллә деп егіп көрейік. Бұл кезде басталып жатыр қазір осы талдарды егетін сезон. Көп не алма болды. Енді не қалып жүр, үзіліп жүр. Болды нормально. Сарғыл. Бұйырса, тамақта дайын болып қалған шығар. Оған дейін бір әдемі, жеңіл шайменен қонақтарымызды күтіп алайық. Жүріңіздер, үйге барайық. Бабымен дайындалып жатыр. Қазір міне күрішімізді салдық, және мейіздерімізді. Қазір өз буына бұқтырып, өз буымен шамалы отымызды бәсеңдетіп,
бір 20 минутта дайын болып қалады. Ал тағы да қош келдіңіздер. Үй осы. Осы бағдарламалардың алғашқысы болып өздеріңіз келіп жатсыздар. Сондықтан кішігірім таныстырып өтейік. Мынау енді кіреберіс бөлме дейді ғой қазақта. Сондай өзіміздің кіреберіс бөлмеміз. Одан кейін осы бірінші қабатта қонақ бөлмеміз. Әрине бүгін сіздер келді деп, және алыстан қонақтар келді деп дастархан жайып жатырмыз. Бұйырса осы дастарханнан дәм алып істейміз. Жоғарыда шетелден, Швециядан өзімнің досым бұрын Қытайдан келген, қазір осы жердің үлкен кәсіпкер, бизнесмен досым келіп отыр. Оның барлығын қазір дастархан үстінде таныстыратын боламыз. Мынау біздің жалпы қонақ бөлме деп аталады. Арманындағы үйінің сызбасын көрсетіп, 10 бөлмеден тұратын бұл баспананың ішкі дизайнын әнші тек арнайы мамандардың кеңесіне жүгініп жасайтындығын да айтқан алдында. Архив ақтарып, сол кездегі пікірін бір тыңдап алдық. Жалпы бірінші қабат қонақтарға арналған, екінші қабатта тек қана жатын бөлме дейміз ғой, сол спальнялардың барлығы жоғарыда, бірінші қабаттағы 3 бөлмемізде қонақтарға арналған. Мынау сол бір бөлмені жалпы өзім жас кезімнен, бала кезімнен бір үй салсам, бір қазақы бөлме болса, намаз оқитын кісілер болса, бір осындай бір қазақымен өрнектелген жерде намазын оқып жатса, немесе үлкен кісілер бір столдан бел ауырған кезде аяқтарын созып отырса деп бір армандайтын еді. Соң бір орайы келіп, қазақыға безендірген бөлмеміз көріп тұрсыздар, барлығы қолдан жасалған. Мынау экспо кезінде мен осы үйге ырымдап әдейілеп өзім Астанадан, қазіргі Нұр-Сұлтан қаласынан сатып алғанмын экспо кезінде. Мыналардың барлығы маған келген сыйлар. Маған енді көп студияға да алып келеді жастар. Жалпы барған жерімде де осындай қазақы өрнектермен сыйларды сыйлап жатады. Солардың біреуі. Мынау да маған келген сыйлардың бірі. Ал мынау жаңағы самаурын сияқты, бұл да мен ауылға әдейі тапсырыс бергенмін. Сол бала кезіміздегі біздің апаларымыз, әжелеріміз киіз басатын еді ғой, бұрын сол ауылда басылған киіздер. Мен бұны да әдейі осы үйге келген кісілердің бір көзіне жылы көрінсін. Мен өзім 40-қа келдім, қазір бұлар енді оның алдында басылған кілемдер шығар, Құдай біледі. Сондықтан ауылдан әдейі алғызғанбыз. Енді қазіргі современный сандықтар. Бұл үйдің келген кезде қонақтардың көзіне бірден түсетін нәрсе ол мынау домбыраның бейнесі. Бұл домбыраны көріп тұрсыздар, жай домбыра емес, бұл Ö деген логотиппенен, бұл менің студиямның, жалпы Өмір Құлайниязовтың бір таңбасы деп айтуға болады. Кіріп келе жатқан кезде жаңағы есікте де қойып іліп қойғанбыз. Мынаны осы Алмаз деген ағамыз осы үйдің көп әдемілігіне, жалпы дизайнына жауапты болған ағам. Сол кісінің жеке өзінің сыйы. Бұл осы үйге бір Өмір Құлайниязовтың домбырамен байланысы бар екен, жалпы Өмірқұлдың қазақи әнші екенін көрсетеді ғой деп ойлаймын. Ал жүріңіздер екінші қабатқа. Енді екінші қабатта мен кішігірім холл дейміз ғой. Енді жаңа үй болғаннан кейін әлі керекті жаңағы отыратын, демалатын жаңағы мебель дейміз бе, жиһаздарымыз әлі толық емес. Дегенмен осы жерде де бір кішігірім 2-3 адам отырып, әңгімелесіп, кітап оқып, арасында таза ауа жұтып, балконға шығады ғой деген есеппен жасалған нәрсе. Мынау да менің Марат деген бір бауырым, інімнің маған сыйы тартқан, осы үйге келген кезде көрімдігімен бірге келіп. Жалпы жігіттердің көп деген сыйлары бұл үйде болды. Мынау енді менің жеке бөлмем.
мен көбіне жолдан шаршап келемін көп жүре бермеймін. Ас үйден кейін келіп осы жерде жатып телевизор қарағанды жақсы көремін. Жалпы осы үйде менен басқа телевизор көретін адам жоқ. Барлығы тек соткамен отырады. Бұл да заманның несі шығар, маған күледі. Сен келмесең осы телевизорлар қосылмайды деп. Меніңше телевизор көрген дұрыс қой деп ойлаймын. Жаңалықтардың барлығын өзім жаңағы кәрістердің, түріктердің тарихи сериалдарын көруді де жақсы көремін. Сондықтан жалпы мен осы бөлмеде өмір сүремін. Әнші бастапқы кезде зәулім үйдің құрылысына 200 мың ақш доллары жұмсалады деп жоспарласа, 2 жылда бұл сома 2 есе артқанын айтты. Әрине, зәулім үйдің ішіндегі термеші азаматтың сахналық образдарын арналған арнайы гардеробына бас сұқпай кету мүмкін емес. Болған соң гардеробындағы сахналық образдарымен таныстыруға кірісті. Гардеробым концертке баратқан кезде бұл да енді толық әлі біле алмай жатырмыз. Дегенмен менің сахналық киімдерімнің барлығы жалпы тойға шықсам да, сахнаға шықсам да мен осы жерден киім шығам. Соңғы костюмдердің бірі Берік Исмаилов тіккен. Осы бүгін біздің гардеробтың соңғы. Енді мен әртүрлі тігуге тырысамын. Негізінен енді мен ұлттық әуендер айтатын болғаннан кейін әрине мен ұлттық киімдерін басымырақ деп ойлаймын. Мысалы үшін барлығы немен тігілген, оюмен, мынандай нелермен тігілген, ою бар, логотипі бар деген сияқты. Мынау да қанша не болғанменен оюлар арасынан көрініп тұрады. Киімдер өзінше ерекше болды. Ол жерде менің есімде қалғаны Жадоның киімдері ерекше көрінді ғой деп ойлаймын. Соның бір ең менің гардеробымдағы қымбат киімдердің бірі ол мынау Жадыра ханымның түлкімен көмкерілген киімдері. Мен сол Астанада ең бірінші қылып осы костюммен шықтым. Бұл кезінде 1 миллион бағасы болған костюм Жадыра Сахиеваның Жадоның салонынан шыққан костюм. Алашыма бандырғанда дүниеге тіпсіз түбірбін. Әрі қарта кеттік достар. Біздің үйде әлде таныстыратын нәрселер көп. Бұл енді біздің үйдің нулевой этажы дейма. Бұл біздің ас үйімізді жалпы осы қабатқа дайындағанбыз. Жеңгелеріңіздің ас әзірлейтін орны. Жалпы осы жерде ғана астар әзірленеді. Ал өздеріңіз білесіздер, Фарида ханым осы үйдің ханшайымы. Осы кісінің сұрауыменен ең бірінші үйдің асханасы үлкен болсын деген осы кісінің талабы бойынша біз осындай үйіміздің жарты бөлігін осындай ас бөлмесіне арнағанбыз. Сондықтан бұл кісі өте риза. Қазір қонақтарды шақырып осы жерден дайындап барлығын күтіп алатынбыз. Таң азанынан тірлігіне кірісетін азамат ошағын өзі жағып, палау дайындап, қонақ күткеннен кейін қалаға басқа да шаруаларын реттеуге шықты. Демалыс болса да, әншінің бүгінгі күнге жоспарлап қойған шаруасы шаш етектен екен. Қазір біздің үйден шығып жатсыздар, жолды түсінбей жатқан шығарсыздар, бірақ негізі алыс емес, қаладан бірінші шыққан кездегі Алматы бітті деген жазудан кейінгі бірінші ауыл. Бұл Абай ауылы деп аталады. Қарасай ауданына қараймыз. Негізгі әкімшілігі Райымбек ауданына қарайды. Жалпы осы Райымбек, Абай деген қатар жатқан ауыл. Бұлай жалпы қарапайым тілмен ортада айтқанда Алтын Орда жақ деп айтамыз ғой, Алматыда. Алтын Орданың қарама-қарсы бетінде Абай деген ауылдың сол ортасына қоныс тепкенбіз. Қазір жаңа көршілер, жалпы өзім
жер үйде жаңағы ауылдан кеткелі жер үйде тұрып көрмегем. Сосын этаж үйлерде көршілер болсын, қазақ болсын, орыс болсын, тек амандасып өте беретін едік. Осы жер үйге келгелі өте ерекше араласу, шақыру, үйіне кез келген уақытта кіру, ауылдағыдай. Жалпы маған жер үйде тұрған ұнап жүр. Бауырмашылығы, барлық ауылдан келген кісілер өте бір-бірін жақсы сыйлайды. Ал мінекей үйдегі қонақтарымызда сен жайғарып, одан кейін бауырларымызбен осындай демалыс орындарына демалатын кездеріміз болады. Бильярд деген өте керемет ойындардың бірі, адамның миын жалпы адам сергітуге көмектеседі. Сондықтан қош келдік, жігіттермен біраз бильярд ойнайтын боламыз. Мен оқу бітіріп 2002 жылдары Талдықорғанға көшіп бардым. Сол кездерден бастап осы бильярд деген ойын өз бір сәнге айналған уақыттар еді сол кездерде. Сол кездерден бастап ойнаймын. Біраз уақыт болды. Жалпы енді қатты бір чемпион болмасақ та, уақыт өткізіп, өзімізге пайдалы демалыс үшін ойнап тұратын кездеріміз болады. Адамға жүрісіне де, ойлануына да бірден бір жақсы көмектесетін ойындардың бірі. Сондықтан бильярд ойнап тұрған жақсы деп есептеймін. Бильярдта негізінен ұқыптылықты жақсы көреді деп ойлаймын. Кішкене ойын бөлініп, кішкене басқа нәрсеге алаңдасаң, бұның нәтижесі шықпайды. Сондықтан бұған тек қана ойнағаннан кейін, тек осы бильярд туралы, осы бильярдты қалай дәлдеу туралы ойды жібермеу керек. Сондықтан сол кезде қарсыласыңнан да басым түсесің. Кішкене бірдеңеге алаңдасаң, көбіне ұтылыс болады деп ойлаймын. Көбіне көп енді жолда жүреміз ғой. Бірақ енді біздің әр өзі бір мамандықтың бір қиыншылығы мен жақсы кездерде болады. Көбіне бір сапарда жүрген кездерде жігіттер қонақ қылып жатады. Сондай кезде осы көбісі осы бильярдты жақсы көреді. Жігіттердің басым көпшілігі. Сондай бір қыдырыстарда, бір жерге қонаққа барған кездерде көбіне сәт түсіп жатады. Сосын енді анау жігітке осындай бір орталарға барған кезде білмеймін деп жаңағы сызылып немесе ұятқа қалып отқаннан бұл бильярдтан хабардар болғанның бір пайдашылығы да жақсы. Осындай бір қонаққа барған кезде ұялмай ойнап, кейбір кезде жеңіске жетіп, мәртебеңді өсіретін де кездер болады. Бильярд ойынын ойнап болған соң термеші өзінің жұмыс орнына асықты. Бұл Өмірқұл Айниязовтың жеке жазу студиясы. Бүгінгі күнімізді менің студиямда жұмыспен жалғастыратын боламыз. Қош келдіңіздер. Қош келдіңіздер. Мен өнер орталығы, өнер ошағы десек болады. Бұл жерде менің шәкірттерім, ақындар, композиторлар, өздеріңіз сияқты бұқаралық ақпарат құралдары келіп әңгіме дүкен құратын орнымыз. Мынау біздің шай ішіп демалатын жерлер, мынау біздің осы уақытқа дейінгі берілген алғыс хаттар, суреттер, алған грамоталар деген сияқты мақтау қағаздар. Мынау біздің елбасымызбен кездескен уақыттар барлығы осы жерде. Және мен шетелде әр жерге барған сайын өзімнің не дейді ол сыйлық ретінде, естелік ретінде жиналған нәрселер, қатысқан кездегі әр түрлі нәрселерге Қазақстан барысы дейді, экспода мысалы үшін қатысқан.
да Ташкентке барған кезде алып келгенбіз. Анда Швецияға барған кезде алып келгенбіз. Анда маған арнап жігіттердің сыйлағаны. Көп дүниелер бар. Мен отырып, андасында жігіттермен жиналыс жасайтын орным. Мұның ішінде концерттік киімдер. Қазір көбісін жаңа үйге көшіріп жібердік. Негізі жұмыстың барлығын біз мына бөлмеде жасаймыз. Мынаның ішінде де көптеген дүниелер, статуэткілер, Қырғызстаннан келген орын алған жігіттердікі, анау дала дауысы, көптеген клиптердің жыл әні деген сияқты Қазақстанда өтіп жатқан көптеген жобалардың статуэткілері. Мәжит Нұрғиса деген батыр біздің студияның бас аранжировщигі. Осы жерде жұмыс жасаймыз, әндерімізді жазамыз. Бармын ғой, көрімін ғой қасымданмын. Өлмеймін мен өзіңге ясылданмын. Таусылып өз-өзіңнен шашылмағын. Байырғы берекеңді қашырмағын. Халық әні Латипа деген әнмен жұмыс жасап жатырмыз. Соны біраз тыңдап көріңіздер, бағасын бересіздер. Саздық деп те айтуға болады шығар, ағалық деп айтуға болады шығар. Мен енді айта алмаймын, отырып сабақ үйретемін, 45 минут отырып үйретеміз демейміз. Дегенмен жігіттер бізге қызығып, осы жерге келіп, өздерінің әндерін көрсетіп, жол көрсетіп, аға мынаны қалай жасасақ болады, мынандай нәрсесін қоссақ қалай болады деген сияқты ақыл кеңес алып жүрген жігіттер бар. Атап айтсақ, Сейхун тобы бар осы жерде, менің інілерім, оны мен өзім құрдым деп айтсақ болады. Атын да өзіміз жігіттерден ойласа отырып, Сырдарияның көне атауыменен Сейхун деп қойғанбыз. Қазір Ақұдайлар деген әніне бейнебаян түсірді. Әже деген әніне бейнебаян түсірді. Әндері бір концерт жететіндей әндер жазды. Қазір гастрольдік сапарларға шығып жүр. Достықты жүрегімде тербетем, ел бірлігін ойламаған ермекен. Кейде бізді әзіл шана аралас, Ақұдайлар аудандары дейді екен. Рас қой ол Құдайды ақ дегенбіз, Құдай қалап өсіп өнген көп еліміз. Қара құрым төскейге мал өргізіп, шұбат ішіп шұбар қазы жегенбіз. Ақұдайларым жасай бер мәңгі. Өздері отырардағы той деген Шәмші атамыздың әніне бейнебаян түсірді. Көптеген әндері бар. Ертүріктің рухын аямашы ұлыңдан. Азиялық таңғылып, желтоқсанда жаңғырып, Азат халқым мәңгілік, қазақ халқым мәңгілік. Гигигай, гиггай, 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 гай. Гигигай, гиггай, 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 гай. Ата туған қазағым, азбас сенің азабың. Азабың, 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 азабың. Тарихымды таңбалап, тасқа қашап жазамын. Тарихымды таңбалап, тасқа қашап жазамын. Гигигай, гиггай, 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 гай. Репертуарлардың көбісін өзім таңдаймын негізі. Бүгінгі репертуарды мысал үшін шын айту керек, Нұрғиса өзі маған ұсынған. Бір жағы халық әні, өте жеңіл, бір жағынан халыққа кеңінен танымал ән. Қазір енді жасыратын жоқ, біз тойларда көп жүреміз. Той болғаннан кейін бишсіз тағы қызық болмайды. Көбіне мен енді тыңдайтын термелер орындаймын ғой, бірақ осы Нұрғисаның ұсынысымен осы биге де әндеріміз жаңартып қояйық деп, қазір осы Латипамен жұмыс істеп жатырмыз. Ағажан Латипа, Гүлмайдан Латипа, бір қиял, бір зиян, беу-беу Латипа. Әнді алып келеді бірінші, сосын тыңдайсың, көресің, қандай стиль жарасады деген сияқты ғой. Таңдайсың. Бірінші стилін таңдайды. Біз енді тойға деп, жаңағыдай халықты шаман көңілін көтеріп деген сияқты билетуге, өмір құлағада
көбінесе андай патриоттық әндер ғой. Сосын осы әнді таңдап көрейік деп осыны шығарып отырық. Құдай қаласа тыңдайтын боласыздар. Өмірқұлға енді қазақи не ғой, стиль жағынан домбыра көбінесе. Домбыра обязательно. Любой өлеңіне домбыра кету керек. Домбырасыз елестету мүмкін емес Өмірқұлға. Домбырасы ойналмаған ба? Музыкалық жағынан қараған кезде ең бірінші қатты мынау сапасына қараймыз, стильде концертке. Мен енді негізінде көбіне концертный әндерді орындаймын. Сондықтан мынау биге келгеннің өзінде де қатты бір жеңіл болып кетпеу керек. Өз бір салмақты стильде болғанын қалаймыз. Оның үстіне қазақи болса дейміз, домбырамыз міндетті түрде ойналып тұрады. Сосын сапасы негізінен сведениесін теңдеу дейді ғой, қазақша айтқан кезде. Сол жағына көп мән беріп, соның барлығына Нұрғиса өзінің үлесін қосып жүр. Міндетті түрде ән сапалы болу керек, ең бастысы. Сағындырған әндер ай деген жоба бар Майра апамыздың. Сол жоба арқылы мен біраз жігіттермен дуэт айтып қалғам, абылай әдейілеп жазбадық. Бұрын, мысалы үшін, Ақжайнақ деген әнді мен өзімнің орындауымда білет. Оның өзі де Інжу деген қызымызбен дуэт сол Сағындырған әндер айда жазылған. Одан кейін менің орындауымды халық жақсы қабылдады да, одан кейін өзім орындап кеттім. Одан кейін Ғалымжан Жолдасбаймен біз Көкжөтелді бірге орындадық, сол Сағындырған әндер айда. Серікболмен бірге достарымды бірге орындадық. Кеше ғана соңғы жобада Жанар Айжановамен Балхадиша деген әнді бірге орындап шықтық. Осындай дуэттеріміз бар. Енді көп әңгімелер айтылды. Жуанышпен де орындаймыз деген, Дәуренмен де орындаймыз деген, Ерболат Құдайбергеновпен орындаймыз деген. Бірақ бір несі келе бермейді. Бірақ жаңа өзіңіз айтқандай шәкірттермен бар, Семсермен де, Сейхунмен де, Алтынай Ниязовамен, қарындасыммен бірге, Асланмен бірге орындаған дуэттерім әйтеуір халықтың арасында естіліп жүр. Бірдеңелерді былықтырып, өтірік бірдеңелер түсіріп, ол маған онша жарасын қырамайды. Бірақ ондай жасайтын адамдарға да теріс пікір білдіргім келмейді. Әркімнің өзінің ортасы бар. Кейбіреулер сол үшін жақсы көріп жатады, кейбіреулердің ұрысқанын да жақсы көріп жатады, кейбіреулердің бір адамға бір оғаш көрінетін қимылдар үшін де адамдар соған қызығушылық білдіріп жатады. Бұл бір өмірде болып жататын қызық сәттер деп ойлаймын. Ал мені жалпы салмақтылығымызбенен, қазақилығымызбенен, жақсы костюмдерімізбенен мен халық жақсы көреді. Халық жинай алмай жатқан ештеңеміз жоқ. Концерттерімізді беріп жүрміз, шақыртуға алып жүрміз. Сондықтан меніңше қатты ондай бір хайп болсын, басқа бір нәрселер түсіруге меніңше оған бір қажеттілік жоқ деп ойлаймын. Ләтипа атты әннің жаңа нұсқасын жазып, студиядағы жұмысын аяқтаған Өмірқұл Айниязов енді жеке шаштаразына қарай жол тартты. Себебі Бүгін мен концертке бармаймын, бір жерде беташар жасаймын, той. Сондықтан күнделікті шашымызды ретке келтіріп, соны жасасақ. Өмеге шаш үлгісін өзгерту біраз болды сізге, бір 15 жылдай болып қалды осы шаш үлгеріңізге. Екеуміздің бұл тақырыпты айтып жүргенімізге көп болды. Енді әзір жүрегім дауаламай жүр, негізі ойымыз бар. Құлақты да ашсақ. Сол негізі мен де ойлағам, сөйтіп Өмекең айтып көріп едім. Шашыңды ашып кішкене басқа. Мүлдем жасарып кетем ба деп қорқып жүрмін да. Жасасаңыз жақсы ол кішкене әдемі болады. Енді кішкене жас шықсын, сосын көреміз, ойланамыз. Жарайды, онда сізге бүгін укладка жасап берейін сізге. Бұрын менің шашымды қарасаңыздар, мүлдем басқа болған. Ол кездегі енді шаш үлгілерде мүмкін сондай болған шығар. Сосын тағы да сол 2003-2004 жылдары жігіттер осы шашты өсіріп, құлақтың үстін жабатындай бір сәнге айналған кезі болды. Сол кезде бір менде енді ондайға қатты икемім жоқ еді, бірақ осы шашты өсіруді қолға алдым. Содан мен 2005 жылғы Талдықорғанда алғашқы концертімді бердім. Сол кезде мен осындай ұзын шашпен шықтым. Бұдан да ұзын болған ол кезде. Содан бастап осының айналасында, бұдан да ұзындау болады кейбір кезде. Кейде жаз кезінде кішкене
алдыңқырап тастаймын, бірақ құлақты ашпаймыз. Негізінен осы формада жүргенімізге бір 15 жылдай уақыт болды. Негізі бір өзгертетін уақыт келіп қалды. Оны көпшілікте айтып жүр. Бірақ көпшіліктің пікірі екіге бөлінеді. Кейбіреу айтады, Өмірқұл еді, осы мен үйреніп қалдық. Басқалай болса қалай болар екен деген сияқты. Бірақ осы Асланның ұсыныстарын қазір қарап жүрміз. Біраз шаш үлгілерін көрсетіп жүр, мүмкін өзгертіп те қалармыз. Әзір бояған жоқпыз, бұйырса. Өмекеңнің шашында ақ шаш деген жоқ қой, шаш жақсы қалпы негізі. Түрі, цветі бәрі, түсі бәрі әдемі. Мен де сондай Лұқпандікіндей, мына Ресейде Дмитрий Маликов деген жігіт бар. Сол жігіттің шашы маған ұнайды, былай көтеріліп, әдемі болып тұрады. Негізі мен бір кездер сондайға дейін өсірсем ба деп талпынған кездерім болды, бірақ менің оған нерв жүйелерім онша шыдамайды екен. Оның үстіне желкеме шаш түскен кезде кішкене маған қиындау болды да, соған шыдамады. Қысқарту жағына келген кезде негізі маған ұнайды қысқа шаш. Бірақ кішкене көз үйреніп қалғаннан кейін әзірше қорқып жүрген жағдайымыз бар. Өмірқұл Айниязовтың кезекті бағыты Алматы қаласындағы мейрамханалардың бірі. Күндіз өз үйінде қонақ күтіп, кешке мейрамханаға қарай жүрген әнші ол жерде кіммен кездеседі екен? Қазір көреміз. Өте құрметті ағайын, бүгінгі күнді бірге өткізіп жатырмыз. Міне бірінші қонақ күттік, одан кейін ойынымызға демалдық, одан кейін студияда да жұмыс жасап үлгеріп жатырмыз. Одан кейін Мекей тойға дайындалып, үстімізді дұрыстап, Мекей бүгін келесі жастардың тойына ортақтасып, келіннің бетін ашайын деп жатқан сәтіміз. Енді бет ашарға келетін болсақ, мен 15-16 жасымнан бастап бет ашар рәсімін жасап жүрмін. Алғашқы бет ашарларымыз сол ауылда, одан кейін Ақтөбеде колледж қабырғасында жүрген кезде бет ашар рәсімдерін жасап жүрміз. Одан кейін осы Алматыда, Талдықорған қаласында жүрген кезінде де сол жақтың біраз келіндерінің барлығын бетін ашып келе жатырмыз. Бұл енді қазақтың бір ерекше салт дәстүрлерінің бірі, келіп жатқан шаңырақты таныстыру, атасы кім екен, қайнағасы кім екен, қайны жұрты қайсысы екен, қайнысы қайсысы, соның барлығын атап түстеп, келіннің көрімдігін алатын әдемі бір салт дәстүрлердің бірі. Енді бет ашарға келетін болсақ, әр түрлері бар. Жыраулық дәстүрменен ашады. Мысалы үшін менің бет ашу рәсімім осы Базар жыраудың бет ашары бұрынғы. Мен енді ақын емеспін, сондықтан жаттап айтамыз бұрыннан келе жатқан сөздерді. Ақындарымыз бар, ойдан шығарып, суырып салып ашатын, Жетісудың өзінің мақамдарымен ашатын. Сондай қазақтың бір әдемі салт дәстүрлерінің бірі. Бұйырса, бүгін де келесі түсіп жатқан келіннің беташар рәсімін жасайтын боламыз. Бүгінгі беташар шамамен 1035-ші келіннің бетін ашатын боламыз. Олай болса жүріңіздер, тойға кірейік. Құрметті ағайын, құрметті көрермендер, сіздер бүгінгі менің бір күндік демалысымды көрдіңіздер, жанұяммен таныстыңыздар, қонақтарыммен таныстыңыздар, қалай жұмыс істейтінін барлығын көрдіңіздер. Енді біз күнде демалып жүретін адамдар емеспіз, шапқылауымыз көп,
бір күн ана қалада, бір күн мына қалада, бір күн концерттермен, тойлармен болып жатамыз. Бүгін мінекей Беташарда көріп жатсыздар. Жастар бақытты болсын, сіздердің де шаңырақтарыңызда той болсын, той үзілмесін. Аман болыңыздар, сау болыңыздар. Сіздермен бірге болған қарапайым әнші ұлдарыңыз Өмірқұл Айниязов.